Мінекей достар, жұмыртқамыз жарық болды. Енді үстіне шамалап пищевой сод қосатын боламыз. Әркім қалауы әртүрлі. Біреу тұз қосады, біреу шекер қосады. Мен бірақ ондай бала шағам жемейтін болғандықтан осындай только жұмыртқамен ғана істейтін боламын. Мінекей достар, қамырымызды илеп болдық. Чакшагымыздың қамыры дайын. Енді осы қамырымызды пакетке салып, шамалы тындырып қоятын боламыз. Мінекей достар, қамырымыз тынып тұрғанына жарты сағат өтті. Енді қамырымызды тоқтаумен жаятын боламыз. Мінекей достар, қамырымызды жайып болдық. Енді осыны орап турайтын боламыз. Мінекей достар, қамырымызды турап болдық. Енді осы туралған қамырымызды майға апарып пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің майымыз қызды. Енді қамырымызды салатын боламыз. Бисмилла. Мінекей достар, ашық сарғып ала бересіздер, өзі кейін сарғыш. Осылай сеуіп шығасыздар. Мінекейіңіздер. Осылайша чакшагымыз дайын болды. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.